Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге ұмытшақтық ауру ма тақырыбында айтып кететін боламын. Менімен бірге болып, каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Мамандар ұмытшақтық дерті бойыңыздан біліне бастаса, оны емдеуді алдымен салауатты өмір салтын ұстанудан бастауға кеңес береді. Сонымен қатар артық салмақтың да оған әсері барын алға тартады. Ас мәзірінен құрамында холестерині мол тағамдарды алып тастау керек. Хлор, тұз, әк, сарқындыларды ұмытшақтықтың өршіте түсетіндігінде суды да экологиялық жағынан тазасын ішуді ұсынады. Қан тамырларды тазалап, ағзалардағы әртүрлі қалдықтарды айдап шығару үшін күнде таңертең аш қарынға 1 стакан ыстық су ішіп тұрыңыз. Ал құрамында йоды көп жеміс, шетен, 1 кг шетенге 1 кг қант қосып, жақсылап араластырып, күніне 1 шай қасықтан 3 рет жеу керек. 10 және 20 күн бойы аталмыш дәріні қабылдасаңыз, ұмытшақтық дертін айығатын боласыз.